Бұрын соңды болмаған бір отбасын толық қасақана қазаға ұшыратқан ең ауыр қылмыстың бірінші сатыда сотты нүктесі қойылды. Баршаңызға мәлім, бұндай қылмыстар біздің өңірімізде бұрын соңды болмаған, және де бір отбасын ажал құштырумен байланысты өте ауыр жағдай орын алған болатын. Процестік талаптарға сәйкес сот қабылданған үкімнің мәнін түсіндіреді. Бұған қандай себептер болды, қандай жағдайлар орын алған жөнінде, және де соттың қабылдаған шешіміне қатысты. Сот қылмыстық қудалау органы болып табылмайды, және де мемлекеттік айыптаушының айыптау тарабының немесе қорғау тарабының жағында әрекет етпейтінін, немесе өзге де тараптардың мүддесін, өзге мүдделерді көздемейтінін ескертемін. Сот үкім қабылдау барысында іске қатысушылардың барлығының іс-әрекеттеріне тең дәрежеде баға беріп, барлық дәлелдемелерді жан-жақты толықтай зерттеп, осы қабылданған шешім әділ және заңды деп санады. Бас сот талқылауында сотталушының кінәсі толықтай дәлелін тапты. Сотталушы Сәрсемәлиевтің 2025 жылдың 14 мамырынан бастап жыл аяқталғанға дейін желтоқсан айының аралығында 4 адамды бірдей, бір отбасы мүшелері 4 адамды бірдей қасақана қазаға ұшыратқаны, оларды ұшыратқаннан кейін алаяқтық, ұрлық, жеке куәліктерін жымқыру, сондай сияқты бірнеше қылмыстық құқық бұзушылықтар жасағаны, жәбірленушілердің мүліктерін талан-таражға салғаны, олардың аттарынан несие берсін дегені, және де ауыл тұрғындарын қаза болған наурыздың атынан алдап, оларға SMS хабарламалар жазып, малдарын сатып жібергені толықтай, яғни қылмыстық кодексінің 13 бабында көзделген қылмыстарды жасаған толықтай дәлелін тапты. Сотталушы Сәрсемәлиевтің кінәсі бас сот талқылауында зерттелген жәбірленушілердің куәлердің аяқтарымен, сараптама қорытындыларымен, оны бекіткен сарапшылардың жауаптарымен, сонымен қатар іс бойынша бейне жазбалармен зерттелген. Сәрсемәлиевті ұсталған кезде 4 жәбірленушінің жеке куәліктері, банкомат карталары, ұялы телефондары анықталған хаттамалармен, заттай дәлелдемелердің хаттамалармен, мүрделерді табу хаттамаларымен тергеу әрекеттерінің, және де сотталушының кінәсін өзінің ішінара мойындау жауабымен толықтай дәлелін тапты. Оқиғаның желісі бойынша 2016 жылдың ақпан айында Сәрсемәлиев пен Мұханғалиева Ақбаян екеуі танысып, араларында неке құрылған. Осы некеден олардың ортасында ортақ 5 бала дүниеге келген. Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 58 бабының 4 бөлігіне сәйкес қылмыстардың жиынтығы бойынша Сұлтан Самиғұлұлы Сәрсемәлиевке түпкілікті өмір бойына бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалсын. Жаза өтеу орнына Сұлтан Самиғұлұлы Сәрсемәлиевке қылмыстық атқару жүйесінің төтенше қауіпсіздік мекемесі белгіленсін. Сәрсемәлиевке қолданылған күзетпен ұстау бұлтартпау шарасы өзгеріссіз қалдырылсын. Жаза өтеу мерзімі үкім заңды күшіне енген күннен бастап есептелсін. Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 62 бабының 3 бөлігінің 1 тармағына сәйкес Сәрсемәлиевтің 2026 жылдың 8 наурызынан бастап үкім заңды күшіне енгенге дейін уақыт аралығында күзетпен ұсталған бір күні төтенше қауіпсіздік мекемесінде бас бостандығынан айыру түріндегі жазаны өтеудің бір күн есебінен жаза өтеу мерзіміне есептелсін. Талап қоюшы халықты әлеуметтік қорғау саласында реттеу және бақылау комитетінің Атырау облысы бойынша департаменті республикалық мемлекеттік мекемесінің өкілі Беккалиеваның талап арызы толық қанағаттандырылсын. Азаматтық жауапкер Сәрсемәлиевтен талап қоюшы халықты әлеуметтік қорғау саласында реттеу және бақылау комитетінің Атырау облысы бойынша департаменті